Сәлем достар, қалайсыздар? Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен Ақтау қаласында 16-шы мекенде орналасқан ТРК Ақтауға келдім. Соның ішіндегі барлық дүкен, ойын-сауық орталықтарын түсіретін боламын. Алып кеттік достар. Сіздер үшін арнайы видео түсіретін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып кетіңіздер. Құрметті менің достарым, егер Ақтау қаласына саяхаттап қыдырып келетін болсаңыздар, міндетті түрде осы жерге келсеңіздер болады. Ішінде барлық дүкен, кофе ішетін жер түгел бәрі бар, кинотеатр бар, ойын-сауық орталықтары бар. Ішіне келіп демалып кетсеңіздер болады. Егер бұл жерге қалай келу керектігін білмесеңіздер, Тукиске, интернетке салсаңыздар, мекен-жайын түгел сіздерге шығарып береді. Таксимен келсеңіздер болады. Бізде такси бағасы 500 теңгеден басталады. Беркен ішіне кірдім, мен қазір сіздерге түгел үшін көрсететін боламын. Бұның ішінде продукты сататын супермаркетте бар екен, керемет киім орталықтар, дүкендер өте көп, магазиндер и ойын алаңдары бар екен балдарға. Содан кейін мұз алаңы бар екен. Кофе ішетін жердің түрі бар. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Бұның ішінде Катон, Лайкики барлығы бар екен. Қазір сіздерге ішіне көрсететін болғандарды қараңыздар. Жалпы былай айтқанда бұның ішінде сіздер барлық керек дүниелеріңізді таба аласыздар деп ойлаймын. Өте таза, атмосферасы супер. Қараңыздар. Маркетинг, дизайн әдемі жоспарланған. Міне достар, Катон. Осының ішінде киімдерге өте керемет жеңілдіктер болып жатады. Келіңіздер, қараңыздар. Еще керемет бонустар береді. Жаңа сізден сұрадым. Арнайы бір күндер өздерінде бонустар болады екен, жеңілдік күндері болады екен. Дефакты қазір дизайн ішіндегі нелердің бәрін өзгерткен, күшті ол. Қазір сіздер көрсететін боламын. Брендтің жерде дүкендер өте көп, бренд жеке нелерге шығарылған. Бұл жерде отбасымен, достарыңызбен отыратын кафелердің түрі бар, суши жейтін жерлер бар, пицца жейтін орындар өте көп. Қараңыздар достар, дефакты. Бағалары міне, қараңыздар достар. Осындай бағалары, ондай қатты қымбат емес.
мүмкін менің YouTube каналымда қыздарға керемет бір идея туындауы мүмкін. Осылай киім дүкен ашсаңыздар да болады. Негізгі менің басты мақсатым YouTube каналға видео түсіріп жүргенім жастар кәсіппен айналысса деймін. И сосын мысалы Ақтауға қыдырып келетін қонақтар болатын болса, қай жерде не бар екенін көбіне білмей жатады и қорқып жатады. Біздің Ақтау жаққа қарай қыдырып келетін кезде ешқандай қорықпаңыздар. Кәдімгідей еркін жүруге болады. Қараңыздар, сыйлықтың түрі бар. Аналарыңызға, апаларыңызға көрсетсеңіздер болады. Бүгін адам аз. Қазір мүмкін түстен кейін келетін болар адамдар. Он 16-шы микрорайонда орналасқан көп этажды торговый центр бұл. Дәл Ақтау. Аяқ киімдер орны. Бұл жерде достар, егер төменге түссеңіздер или жоғары көтерілетін болсаңыздар, лифт, баспалдақ барлығы жұмыс жасайды. Нулевой этажда кинотеатрда орналасқан. Міне, қараңыздар, арғы бұрышта бар. Кино, Plex деп жазылып тұр. Сушилар бар, кафелер бар. Қараңыздар. Былай айтқанда барлық жағдай жасалған. Келіп, көріп кетсеңіздер болады. Мыналар әдемі екен. Үйге картинка, үйге ілуге болмаса сыйлыққа беруге әдемі екен. Қараңыздар. Кез келген бизнестің несін Instagram парақшадан қарасаңыздар болады. Тауып алуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Мынау сулпак. Оның ішінде барлығы орналасқан. Дина супермаркет продуктовый. Жоғары қарай көтеріліп, қазір жоғарыдағы дүкендер сіздер үшін тағы да көрсететін боламын. Құрметті менің оқырмандарым, жаңадан қосылып жатқан достар, егер бизнес туралы ақпарат білгіңіз келсе, или бизнес туралы кез келген сұрақтарыңыз болса, комментария жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Қыздарға косметика орталығы, духи, мынаның іші барлық кітаптар и балдарға, мариналарға арналған. Алда уақытта осы дүкенді жеке өзін арнайы видео қылып түсіретін боламын. Біздің Ақтау өте жас қала, бірақ тез дамып жатқан қала. Келіңіздер, міндетті түрде қыдырып келіңіздер, саяхаттап келіңіздер. Шетелге көп шыға бермеңіздер. Қазір мына жерде балалар ойнайтын орталық бар екен. Қазір толық ақпарат біліп
видео түсіретін боламын. Саламатсыздар ма қыздар? Сағат нешеге дейін жасайды? 1 сағатқа 1500 теңге, да? Бұлар не істейсіз сонда? Киіндіре ма, не істейсіздер сонда? Осы жерде игрушкаларын алайық. Киімдермен киіп, фотосессия жасайды. Фотосессия жасайды, иә? Бала басына 1500 теңге, да? Иә, бір бала 1500 теңге. Безлимит деген қалай түсінуге болады? Шектеусіз уақыт. Бала басына. Инстаграмдарың бар ма? Міне достар, қараңыздар, керемет идея. Балдарда келіп фотосессия, видео түсіруге күшті екен. Ана жерде бассейнде орналасқан екен. Қараңыздар. Бассейнде бар екен. Бір қақтан ішінде даже бассейнге дейін бар. Косметика, киім, бассейн, продукты магазин, кофе ішетін жер, кинотеатр, ойын алаңдары, балалардың ойын алаңдары, мұз айдыны. Былай айтқанда барлығы бар екен осы ішінде. Қазір тойынға түсіп жүрсек. Мына жақта сол салонда бар екен, салон красоты. Суши ішетін жер, кинотеатр. Косметика дүкен, магазин қараңыздар. Жоғары жақта Кары дүкен орналасқан екен. White детский магазиндер, киімдер киетін, киімдер сататын. Сіздер үшін тағы да осылай әдемілеп түсіріп шығайын. Достар, міне бір қақтау үшін түгел аралап сіздерге видео дайындап түсірдім. Ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.